Мен арнамды ашқан кезде қандай сезімде болдым? Шындығында, алғашқы айда 20-30 миллионға жетеді деп ойладым. 60 миллионға жеткенде таң қалдым. Бұрынғы ең үлкен рекорд айына 20 миллион болған еді. Ал сенде 60 миллион болды. Таңғажайып нәтиже. 60 миллионға қанша уақытта жеттің? Шамамен 13 жылға жуық. Я 13. Сенің ойыңша, сенен асып кетем бе? Жоқ. Сенің не істейтініңе байланысты. Егер басқа футболшылармен бірге контент түсіріп, өз ойындарыңа реакция жасауды бастасаң, бүкіл рекордты бұзасың. Егер ритміңді табатын болсаң, керемет контент жасай аласың. Бірақ бұл рекорд саған тиесілі. Шынымды айтсам, мен бұл рекордты жеңгім келмейді. Бірақ сенде миллиард оқырман бар емес пе? Мен ютубта миллиард подписчикке жеткім келеді. Бұл біраз уақыт алатын сияқты. Я, бірақ қазір менде 320 миллион оқырман бар. Менің ютуб арнамды көрдің бе? Әрине. Не дейсің? Дегенмен сен әлі кәсіби футболшысың ғой. Уақыт аса көп емес дегендей, сондықтан қолыңнан келгеннің бәрін істеп жатырсың деп ойлаймын. Сенің ең үлкен артықшылығың кез келген жұлдыз сенімен түсірілім жасағысы келеді. Мықты коллаборациялар жасау мүмкіндік көп. Мысалы, бүгінгідей. Том Брэдиді бір подкастқа шақыру керек деп ойлаймын. Спидиді де шақыр, барлық танымал есімдерді шақырсаңшы. Сонымен қатар сен үшін оңай контент жасауға болады. Үлкен матчтардан кейін мен жай ғана микрофонды алып, 5 минуттық подкаст жасап оған қатысты ойындарыңды айтсаң, бұл өте оңай әрі біраз адамға қызықты болады. Сенің командаңда осында, сондықтан мен оларға қарап айтып жатырмын. Ең керемет контент бұл футболға қатысты бейне мазмұн. Өздерің ойлаңыздаршы. Егер Роналдо үздік 10 голдарыңа реакция жасап түсірсе, қаншалықты қызық контент болушы еді. Мысалы, қайшылап тепкен голың, мен оны 100 рет көрген шығармын. Саған өз реакцияңды түсірсең, дәл сол сәтте не ойлағаныңды, не сезінгеніңді түсініп тұрған шығарсың, иә? Менің ойымша ол қиын болмауы тиіс. Көбірек футболға байланысты нәрселер жасау керек. Өйткені біз сені сондықтан жақсы көреміз ғой. Жақсы жетістік, бірақ шын мәнінде мені таңғалдырған жоқ. Мен адамдардың маған деген және футболға деген құштарлығын білемін. Футболмен ауыратын адам өте көп. Сондықтан мен үшін бұл таңғаларлық нәрсе емес. Бірақ әрине қуаныштымын. Мен де солай ойлаймын. Кезекті жетістікке жеткенде жақсы әрі қарай кеттік деймін. Барлығы маған, ой, тойлауым керек деп айтады, ал мен неге, не үшін деп ойлаймын. Мен де дәл сондай сезінемін. Білесің бе, ютубта адамдарға видео ұсынғанда мынадай сурет шығып тұрады ғой. Иә, оны обложка дейміз. Сол менің обложкаларым өте танымал. Сол туралы саған бірнеше кеңес берейін. Міне, обложкаға көбіне өз бетіңді саласың. Жақсы. Бетіңді түсіргенде аузыңды жабық ұста. Мен бұған дейін аузымды ашып түсіретінмін. Адамдар оны ұнатпайды екен. Қойшы, рас па? Я, олар оны кринж дейді. Сондықтан аузыңды жабық ұста. Бетіңді түсіргенде сапасын жақсылып көбірек түсір. Сенің командаң сол суреттерді обложкаға қосады. Жақсы бауырым, түсіндім. Суретте реакцияңды көрсету керек. Сондықтан бірақ бұл кринж. Өйткені қазір 30 адам қарап отыр. Окей, келесі сұрақ. Ойнап айтам. Қай елде ең көп жанкүйерің бар деп ойлайсың? Ең көп жанкүйер? Оңтүстік Америкаға барған кезде әрқашан өте қызық және көңілді. Бір кезде Чилиде болдық. Қонақ үйде қондық және фанаттар қонақ үйді қоршап, әр бөлмені тықылдата бастады. Осындай оғаш жағдайлар сенде де болған шығар бәлкім. Біз қонақ үйден кетуге мәжбүр болдық. Көбінде қонақ үйлерден кетуге тура келеді, өйткені фанаттар қонақ үйдің фойесінде отырып алып, аңдып отырады. Бұл көбіне оңтүстік Америкада болады. Америкада халық сәл сабырлақ. Білмеймін, неге екені. Бірақ біз халықаралық сапарларға шыққанда олар өте ерекше болып көрінеді. Менің ойымша танымал адамдардың көбісі оңтүстік Америкаға жиі бара қоймайды. Түсіндім. Қазір қайда тұрып жатырсың? Солтүстік Каролинада. Кішкентай қала бар, Гринвилл деген. Окей, онда жақсы мектептер бар ма? Иә, мен бірақ тек студияда тұрам. Бізде үлкен студия бар, видео түсіретін. Мен сол студияда тұрам, ешқашан шықпаймын, ешқайда шықпаймын. Ең жаманы менің ойымша тұрақты рейспен шу, бірақ сен жеке шақпен шасың ғой, иә? Соншалықты қиын ба? Иә, өте қиын. Мен біраз жыл болды коммерциялық тұрақты рейспен ұшпағаныма. Иә, мен Роналдоны коммерциялық рейспен ұшқан көруге ақша төлер едім. Адамдардың реакциясы қалай болады екен? Видео түсіретін көзілдірікті киіп алып, жасауға болады. Иә, тамаша.
ютубқа керемет контент болады. О, бұл масқара контент болар еді. Сен көзілдірік киіп, коммерциялық рейске отырсаң, адамдардың суретке түсірген елестетші. Ұшақта бәрі түсірілім жасай бастар еді. Рейсті тоқтататын шығар. Жай билет алып, өз кезегіңді күтіп отырсам. Істей алмайтын секілдісің. Себебі сен менен танымалсың ғой. Мен ұшақта жай орындықта отырған кезде адамдар үнемі қасыма жүгіріп келіп, суретке түсуді сұрайды. Ал сен отыратын ұшақтың бәрі фото студиясына айналады. Быт-шыт болатын еді. Мен 39-дамын. Окей, жақында 40-қа келем. Иә, 40-қа жақындадың. Өлуге жақын екенсің ғой. Қартайып барасың. Қалай екен? Иә, 100-ге дейін өмір сүрем. Бұйырса. Окей. Футболдағы мансабым ұзақ болып саналады. Өйткені көбінесе футболшылар 33, 34, 36 жасында зейнетке шығады. Сен футболдың Леброн Джеймсісің ғой? Иә, саған сұрақ қойсам, қашан зейнетке шығам деп ойлайсың? Ешқашан. О, жақсы. Мен бұл жұмысты 90-100-ге дейін істейтін болармын. Мен 100-ге дейін өмір сүруге деген ұмтылысым бар. Технологияның даму арқасында қартаюды бәсеңдетуге болады деп үміттенем. Сондықтан сен бұл жұмысты мәңгі істейтін боласың ба? Я, егер тоқтататын болсам, сосын не істеймін? Теледидар қарап жатам ба? Мүмкін басқа бір құмарлығым пайда болатын шығар. Бірақ мен осы бизнесті құрғанды жақсы көрем. YouTube арнамды басқару мен үшін компания жүргізумен бірдей. Бұл жақсы. Қуаныштымын сен үшін. Ол шынымен де шыбыннан азап шегіп жатыр. Мұны клипке түсіріп алыңдаршы, үйге барып тамашалайым. Көзіңе кіріп кетсе, я? Біреу бетіне қонған сияқты, қарашы. Мен 7 күн бойы тірідей жердің астына көмілген едім. Шынымен істедің бе? Я, бұл менің қабірім. 20 000 фунт топырақ астында жаттым. 7 күн бойы қабірде жаттым. Көміп тастады. Криштиану ютубер болудың не екенін түсініп жатыр. Және адамдар шын екенін білу үшін біз бәрін таймлапс етіп түсірдік. Қалай екен? О, қорқынышты. Бір апта бойы қозғалмадым. Қабірдің ішінде өлген шыбында болды. Бір апта қозғалмадың ба? Иә, мен сол жерде жаттым. Егер соңында көрсең, бұл 7 күннен кейінгі жағдай. Мені қазып алған кезде міне осылай болған. Сен сонда, иә, міне, біз осы кезде медик мені көтеруге көмектесті. Өйткені олар қан ұйылып қалды ма деп қорықты. Сондықтан медик мені тексеруге келді. Бірақ ішінде жатқанда жаман сезім болды ма? Иә, өте қорқынышты болды. Өйткені ол қорап сияқты. Еден ағаштан жасалған ғой, сондықтан арқам ауырып қалды. Арқаң быт-шыт болған шығар, иә? Иә, біз 7 күнді тірідей жер астында өткіздік. Одан кейін мен тағы 7 күн оқшауланған бөлмеде болдым. Толықтай жабық бөлмеде. Сағатсыз және байланыссыз. Сен шындысың ба, бауырым? Иә, ондайым бар енді. Тайлер, тағы не істедік? Мен 7 күн необитаемый островта болдым. Өліп қала жаздадым. Сосын 7 күн қолдан жасалған қайықта болдым. Сосын 7 күн жер астындағы қалада болдым. Одан кейін 7 күн адам тұрмайтын қалада болдым. Сондықтан менің фанаттарым менің азапқа ұшырап қиналғанымды жақсы көреді. Сондықтан мен әдейі өзімді қинайтын нәрселерді істеймін. Вау, крей. Және оларға күлкілі болып көрінеді. Тайлер, сен не ойлайсың? Ең қиыны қайсысы болды? Оқшаулану. Оқшаулану дегені? Міне көрсетем. Ол 7 күн бойы ешкіммен сөйлеспеді, және уақыттың қанша екенін білмеді. Телефонсыз ештеңе болмады ма? Ештеңе. Бірақ қайда, қай жерде болды? Қазір көрсетейін. Ақ бөлмеде, психиатриялық бөлмеде. Біз сол видеоны қашан жүктедік, Тайлер? Ескі видео ма? Бұл қалай басталды? Видеолар мен арна туралы айтсаң. О, я, мен оны 2011-ден бастап істеймін. Яғни 15 жыл болды. Бұл менің бар істейтін нәрсем. Міне, оқшауланғанның видеосы. Бұл мен ақ түсті көбік бөлмеде болдым ғой. Уақытты білмеймін. О, құдайым-ай. Және дыбыс өткізбейтін. Бұл ең қиыны болған шығар. Иә, бұл өте қиын. Ең қиыны шығар. Өйткені шамдар мүлдем сөнген жоқ. Сондықтан күнді немесе уақытты көрмейсің. Сол себепті сіз тек ынталандыруды сезінгіңіз келеді. Сол кезде сіз өзіңізді шымшылай бастайсыз. Міне мынау 90 сағаттан кейін. Бұл тек жартысы ғана. Сондықтан бұл өте қиын болды. Бірақ сол видео, мысалы, ол 189 миллион қаралым жинады. 189 немесе 186. Және адамдар оны жақсы көреді. Олар менің азап шеккенімді көруді ұнатады. Джимми жаңа видео жүктегенде олар үшін керемет күні, иә. Ол өте күлкілі. Қайсысы ең көп қаралым алды? Ең көп қаралым алғаны бұл әлі де Squid Game шығар. Иә, біз игра кальмараны шынайы өмірде қайта жасадық. 600 миллион қаралым жинады. Мен 100 адамды шеңберге жинап, кім соңында шығады, сол $500 миллион ұтады дедім. Бұл $500 миллиард қаралымға жақындады. Осылайша бұл видеоны бүкіл адамзаттың 4% қараған екен.
Міне, бастауына қарасақ, мен айттым, қанша уақыт өтсе де бәрібір. Осы шеңберде соңғы қалған адам $500,000 ұтады дедім. Ол бірнеше аптаға созылды. Адамдар шеңберде қаншалықты ұзақ отыра алады деп ойладық. Өте қызық болды. Иә, бұл жай ғана адамдарға қызықты нәрселер ғой. Сенің ең жақсы көретін видеоң қандай? О, братан, мен бәрін жақсы көрем. Яғни, иә, біз мысалы, иә, осы видео интернетті жарды. 24 сағат ішінде ең көп қаралған видео. YouTube'та тарихында 24 сағат ішінде осыдан көп қаралған видео жоқ. Біз әлемдегі барлық ең үлкен ютуберларды жинап, оларды үлкен клубтың ішіне кіргізіп қойдық. Бұл өте танымал ютуберлер. Барлығы. Балаларыңыз олардың бәрін таниды. Біз үлкен куб жасадық. Оларды ішіне кіргізіп, кім кубтан соңғы болып шығады, соның бір подписчигіне $1 миллион сыйлаймыз дедік. Бұл мысалы сіз ең мықты 50 футболшыны бір бөлмеге қамап қойып, олар бірден естесін деп айтқанмен бірдей болды. Сондықтан ол интернетті жарды. Сол видео 24 сағат ішінде 70 миллион қаралым жинады. Адамдар оны расымен жақсы көрді. Жақсы, базар жоқ. Басқа спорт түрлерін жақсы көресің бе? Баскетболды жақсы көрем, сен ше? Баскетбол қарайсың ба? Қатты қарамайым. Мен тек Стеф Карридің жарталаңнан 3 ұпайлық соққыларын қарауды ұнатам. Және Леброн енді ол екеуі ойнап жүргені таңғаларлық. Футболда да сондай жағдай болады емес пе? Мүмкін көреміз, ол қазір 14-те. Мүмкін 17-ге келгенде ойнап қалатын шығар. Сен 3 жыл шыдай тұр. Көрейік, аяқтарым қалай болады екен. Оның ұлы келіп қалды. Біз одан тікелей сұрай аламыз ғой. Ол әкесімен ойнай ма екен? Ол менен көп нәрсені біледі. Осы әлемде не болып жатқаны туралы, YouTube және тағы басқалары жайлы. Бұл сенің су брендің деп естігем, рас па? Иә. Онымен не істейсің? Негізінен, жақсы өнім. Жақсы сапалы су мен үшін өте маңызды. Су болсын, не болмаса, басқа қоспалар болсын, егер бұл жақсы өнім болса, мен оны қолдаймын. Бұл менің ойым. Сен танымалдығыңмен не істейсің? Жақсы сұрақ. Қазір мүмкін сен сияқты мен тек жұмыс істеймін. Сондықтан менде бос уақыт болмайды. Бұл сенің Сауд Арабиясына бірінші келгенің шығар, иә? Сені ойынға шақырам. Қалаған ойынды таңда. Стадионнан көруге шақырам. Мұнда ойын көруге келу үшін Рият маусымда келсең керемет болады. Барлығы әдемі болатын кез. Ең үлкен ойын қандай? Сіздердің басты қарсыластарыңыз кімдер? Аль-Хилаль. Жақсы жігіттер, Аль-Хилальға қарсы ойын болғанда маған айтыңдар. Біз келесі айда ойнаймыз. Бірақ одан кейін екінші матч болады. Егер келгің келсе шақырам. Өте қызықты болады. Саудия керемет ел. Егер мен мұнда келсем, сендер жеңіске жету керек боласыңдар ғой. Иә, уайымдама, бәрі жақсы болады. Сондықтан қашан келгің келсе, маған хабарлас. Рахмет.